Джамаланың көяшы Евровидение 2016 ярышының ғалибы ақында весиқалы фильмны Киевде тәқдим еттілер. Муэлиф режиссері и свет журналисты Элис Йонсон қайдеткені кебі ғалипның 1944 ерандан файдаланып, дүнияға Қырым татар халқы ақында 44 сенесі сүргінлігі ве Русия ишғалі шарайтлерінде халқының яшайышы ақында екеетмеге тырышты. Фильмны чықармақ үшін ишғал етілген Қырымға барып келген еді. Фильмны әнді исвечеде көстерділер. Мектеп талебелері оны тарих дәрслерінде бақты. Режиссер фильмнің Украин телеканаларында көстережегіне үмітіні білдірді. Для меня было очень важно показать. Бүгін Қырымда Қырым татарларының вазиетіні көстермеге менің үшін пек мұйым еді. Чүнки бұл бір цикл кеби илерілей. Бізден лаф еткен бір инсан шымды Қырымда екінші сүргінлікнің олаятқаныны айтты. Фақат бұл девамлы ағыр сүргінліктір. Такий дуже глибокий. Пектерин бұл фильм олды, оны бақында ағла едім. Режиссер мені тік ярышта іштірақ еткен ержі кебеді гілді. Бұл ярышқа йолымны ғалибе қазанмақ арзумының неге бағлы оғанына көстермеге тырыштым. Бұл фильмде біз ғалибеге инанылмаз авесіні көре білеміз.